Ассалаумағалейкум, қымбатты көрермен. Эфирде Ұлы даланың жетіғыры ақпараттық сараптамалық хабары. Ұланғайыр атырапқа тараған көшпенділер әлемдік өркениетке өлшеусіз үлес қосты. Түркі халықтарының көне тарихы емес, олардың тағдыры да ортақ. Бүгінгі хабарымыз түркі өркениеті түп тамырынан қазіргі заманға дейін деп аталатын жоба аясында әңгіме қозғаймыз. Ендеше студиямыздың бүгінгі қонағы тарих ғылымдарының кандидаты, Шоқан Уәлиханов атындағы тарих және этнология институтының жетекші ғылыми қызметкері Әуесхан Шашаев. Әуесхан мырза, студиямызға қош келдіңіз. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев өзінің Ұлы даланың жетіғыры мақаласында түркілердің шығу тарихы, олардың генезисі туралы ой қозғайды. Әңгімемізді ұлттық кодтан бастасақ. Ұлттық код дегеніміз не өзі? Жақсы, сұрағыңыз өте орынды. Елбасының Ұлы даланың жетіғыры деген мақаласы бұл тарихшылардың алдына зор міндет қойып, көкейінде жүрген көп ойларға қозғап салған болатын. Соның ішінде мынау тарихын түгендемеген халық бұл әрқашанда өркениеттерінен орын аламайды. Сондықтан бірінші кезек біз өзіміздің тарихымызды түгендеуіміз керек. Ол үшін не керек дегенде, әр халықтың өзіне, тек қана өзіне тән, өзінің ұлттық ерекшелігін айқындайтын салт дәстүрі болсын, мінез құлқы болсын, тарихы болсын, тарихи жады болсын, бұның бәрі өзінің ұлттық кодын құрайды. Ұлттық код деп отырмыз, тек сол халықтың өзінің, мысалы қазақтарға тән қонақжайлық, қымыз, мысалы құрт жасау, немесе зергерлік деген, яғни өзінің бір ерекшелігін анықтап тұратын, соны көрсетіп тұратын қасиеттерін айтуға болады. Сондықтан да осы ұлттық код, ол ұлттың өзінің айрықша белгісі ретінде бұл басқа елдерден ерекшелендіріп, сол елдің елінде танымал ететін бір қасиеті деп айтуға болады. Сол ұлттық кодтың ішіне оның тарихын да жатқызу керек. Өйткені оның ғасырлар тереңінен келіп жатқан, әлі де болса жасырын өзінің құпиясын ашпай жатқан, кезегін күтіп жатқан көп деген мәселелер бар. Сіз қозғап отырған тақырыпта сол мәселені ашу үшін қажет деп ойлаймын. Түркі әлемінің генезисін зерделеген кезде біз нені ескеруіміз керек? Түркі дүниесі деген кезде бұл біз қазір өркениеттер төрінен орын алар кезде европцентристік көзқарастан бас тартуымыз керек. Өйткені біздің тарихымызды қазақтан өзгенің бәрі жазып келді. Ал қазақ өзінің тәуелсіздік алғаннан кейін ғана барып, өз тарихын, өз тәуелсіздігін алғаннан кейін барып ғана соны ашық түрде, ешқандай боямасыз, немесе мынау идеологиялық ағындардың әсерінсіз жазуға мүмкіндік алды деп айтуға керек. Міне сол кезден бастап өзінің тарихын ежелгі дәуірден іздеу, өзінің аталастары, түркі бабалары жайында, олардың ар жағындағы сақ, ғұндар, қаңлылар, үйсіндер дәуірінен бастап, тіпті ежелгі дәуірден бастап бері қарай зерделеп әкелу мәселесін қолға алып отыр деп айтуға болады. Яғни түркі халықтарының ортақ ұстанымдарын айқындап алуымыз керек қой? Дұрыс айтасыз. Өйткені біз қазақ хандығына дейінгі тарихымызды қарап отырсақ, көптеген түркі қағанаттарының, осы түркі державаларын, яғни әлемдік билік құрған осы түркі өркениетінің түбірінен алуымыз керек. Ол түркі өркениеті аспаннан түскен жоқ. Ол өзінің алдындағы ата-бабалар мұрасынан, мысалы мен жаңа айтып отырған сақтар деп отырмыз, ғұндар дейміз, солардың арғы ата-бабаларынан келе жатқан дәстүрлерінен, әскери өнерінен, мысалы қазір кезде елбасының мақаласында айтылған атты қолға үйрету, жылқыны қолға үйрету дейміз. Бұл да ежелгі дәуірде, сонау қола дәуірінің арғы жағынан Андронов мәдениеті, Беғазы Дәндібай мәдениеті бар. Сол жақтан келе жатқан дәстүрлер деп айтымыз керек. Осыған байланысты бірнеше мәселені айтып кеткіміз керек. Біріншіден, түркі дүниесі дегенде ортақ құндылықтар не деген кезде, ортақ құндылықтар бұл тарихи жадымыз. Сол тарихи жадты біз тек қана археологиялық қазба нәтижелерімен табылған заттармен, мысалы алтын адам болсын, немесе күміс тостаған болсын, тағы да басқа заттармен ғана емес, оның жазба тарихы арқылы беруіміз керек. Жазба тарихы қайда жатыр десеміз, ежелгі деректерде, ежелгі жазылған, кәдімгі тасқа басылып, қашалып тұрып, айтылып кеткен тарихтар бар. Соны қазымыз керек. Бірінші мәселе сонда жатыр. Сол үшін біз не істедік деген кезде, елбасының мәдени мұра бағдарламасы нәтижесі деген бағдарламасын жүзеге асыру барысында бүкіл дүние жүзінің қандай түкпірінде, қай жерінде қандай деректері жатыр, соны қағазға түсіру арқылы. Сол жерден біздің тарихымызға қатысты мәліметтерді алу арқылы 14 томдық, яғни кітап шығады. Соның бір несін үлгісін көрсетейін сіздерге. Міне, мына кітап, бұл кітапта сонау ежелгі дәуірдегі авторлар, Византия деректері, сонымен қатар мынау ең ежелгі
24 кітаптан тұратын Геродоттың Илиада мен Одиссея поэмасында айтылған жағы аңыздар болсын, немесе жағы түрлі әңгімелер болсын, солардың бізге қатысты, Қазақстан тарихына қатысты мәліметтерін алдық жағы. Ол не үшін керек дегенде, біздің түпкі тарихымыз қайда жатыр? Соның мәліметтері не деп айтады деген мәселені біз нақты деректер арқылы көрсетуіміз керек. Сол деректер осының ішінде жатыр. Мысалы, біздің дәуірімізге дейінгі 8-ші ғасырда жазылған Геродоттың еңбегінде бір-екі үзінді келтіре кетейін. Бұл гипелмолглар дейді. Биенің сүтін ішіп, оны сауады дейді. Бұл не көрсетеді? Бұл біздің әлі күнге өзіміздің салт дәстүрімізде болсын, өзіміздің шаруашылық тұрмыс жағдайында болсын, әлгі қымызды өндіріп, оны тағам ретінде пайдаланып жүргенімізді айтып отыр. Бұл сол дәуірдің бір түрі ғой. Сонымен қатар галафактегілер дейді. Олар сүттен ірімшік жасайды дейді. Сол ірімшікті ұйытып, одан әр түрлі дәмді тағамдар жасайды. Яғни бұл жерде тек қана айран ұйытуды, немесе басқамен уыз алуды айтып отыр жоқ. Сонымен қатар құрт. Қазір біздің өзіміздің келіп жеткен, сол дәуірден келіп жеткен, ежелгі дәуірден келіп жеткен құрт. Бұл не? Бұл да біздің ұлттық кодымыздың бір түрі. Соны дәуірден келе жатыр. Соның бәрі қашалып тұрып, қағазға түсіп жазылып қойған. Міне осындай мәліметтер өте көп. Міне осының бәрін енді жазуымыз керек біз. Дұрыс айтасыз. Яғни тәуелсіз Қазақстанда енді өз тарихымызды қолға алып жатырмыз. Бұл бастама әрі қарай жалғасады деген үміттеміз. Енді түбі бір түркі халқы дейтін ұғымды көп айтамыз. Демек, осындай дүниелердің бәрі бізді байланыстырады ғой, Оның түп негізі неде? Осы түбі бір түркі халқы дегеннің. Өте дұрыс сұрақ. Мынау сұраққа байланысты бір тағы да мен дерекпен айтқым келіп отыр. Өйткені біз тарихшылар дерекпен сөйлеуіміз керек. Біздің арғы ата-бабамыз кім деген кезде Геродот өзінің тарих деген 9 томдық кітабында айтады. Бұл скиф немесе сақтар дейді. Сақтар ежелгі дәуірден келе жатқан ескі халық дейді. Соның ішінде өз ата-бабаларын Тарғытайдан таратады дейді. Тарғытайдың 3 баласы бар дейді. Арпақсай, Қолақсай, Липақсай дейді. Енді қараңыз, Тарғытайдың атынан біз ешқандай аудармасыз біз түсіне аламыз. Тарғыл, ала деген сөз, алаша, алаш деген біздің өзіміздің аңыздарымызда жүр. Біз қазақтың түбі қазақ сөзінің шығу деген алаштан таратамыз. Сол алаш сөзінің түпкі тамыры осы Тарғытайда жатыр. Ал енді Липақсай, Қолақсай дегендерімізді қандай немен түсінікпен айтуымыз керек? Біздің қазақтың аңыздарында, ежелгі аңыздарында бекарыс, ағарыс, жанарыс деп, яғни арғы ата-бабаларын солардан таратады ғой. Яғни ұлы жүз, кіші жүз, орта жүз деген сияқты 3-ке бөлу. Бұл да тарихи деректерде жазылып қойған, яғни айтылып отыр. Енді ары қарай осы скифтерге дейді, аспаннан бірнеше зат от болып жанып түсті дейді. Соған үлкен ағасы Қолақсай емес, Липақсай барған кезде дейді, от өшпей алтыннан жасалған заттар жолатпай қойды дейді. Ал ең кенжесі Қолақсай барған кезде дейді, әлгі заттар өшіп алтыннан жасалған заттар Қолақсайдың алуына мүмкіндік берді. Яғни не түсті дейді? Мойын тұрық, соқа, және де тағы да бір зат түсті дейді, бірнеше зат түсті дейді, 3 зат. Ал енді өзіміздің аңыздарға келетін болсақ, жүздердің әр қайсысына бөліп берілген заттар. Мысалы, ұлы жүзге қауға берді, малға қой дейді. Орта жүзге қалам бер дейді, дауға қой дейді. Ал кіші жүзге найза берді, жауға қой дейді. Яғни осының түбірін бәрін іздеген кезде, біз осы тарихи деректерден іздеген кезде осы Геродоттың еңбегіне жүгіне отырып, соны қарастыра отырып, осымен байланыстыра отырып қарастыруымыз керек. Яғни жазылмаған тарих жоқ, жазылып қойған, тек соның кодталып, яғни өзінің іздеушісі, өзінің зерттеушісін күтіп жатқан мәліметтер мына кітапта берілді. Яғни қазақ тіліне аударылып, грек тіліндегі, орыс тіліндегі мәліметтердің бәрі қазақ оқырмандарына, соның ішінде мына жас зерттеушілерге арналып, осындай деректер беріліп қойды. Енді тағы да бір ерекше нәрсе, мынау батыс пен шығыс өркениетінің өзіндік бір ерекшеліктер бар екендік. Мынау шығыс өркениетіне тән нәрсе
ол табиғатпен етене жақын, сонымен жағы экологиялық жағынан тығыз өмір сүру. Яғни табиғатта бұл жағы өзінің қажетіне сай келген кезде жағы оны тонап, немесе қиратып, бүлдіріп пайдалану емес, керісінше соның ыңғайына жығыла отырып, сол табиғат аялай отырып, соны пайдалану. Соның бір нәрсесінің көрінісі ол мынау жылқыны қолға үйрету. Жылқыны қолға үйретудің өзі бұл сол кездегі бір революциялық, былайша айтқанда өте үлкен жаңалық болып табылды. Неге? Қазіргі интернетпен салыстырған кезде жылқы мінген адам кез келген өркениетті байланыстыратын, кез келген жерге тез жететін, ақпаратты да тез жеткізетін бұл үлкен көлік инфрақұрылым болып табылды. Әуесхан мырза, айтыңызшы, түркі халықтарын біріктіретін қандай ортақ ұстанымдар бар? Түркі халықтарына ортақ дүние өте көп. Ол ежелгі дәуірден бері келе жатқан шаруашылық жүргізу тәсілі деп айтуға болады. Өйткені мынау ең алдымен мал шаруашылығына байланысты, яғни біз өзіміз жақсы білеміз, еңбек бөлінісі дейміз бұны тарихта. Еңбек бөлінісі терімшілдіктен мысалы егіншілікке ауысу. Аңды қолға үйрету, яғни аңшылықтан бұл мал шаруашылығына көшу деген сияқты. Мен осындай еңбек бөлінісінің нәтижесінде шығыс халықтардың, соның ішінде мына түркі халықтардың өзінің ортақ дүниелері, ортақ дүние танымы пайда болды. Яғни осы шаруашылық тәсіліне байланысты. Сонымен қатар олардың өмір сүру ортасы да табиғи ерекшеліктерге, яғни тұрған жерде, яғни климаттық жағдайда олардың осындай ұстанымдарына тікелей әсер еткен болатын. Бұл олардың болашақта осы түркі дүниесінің ортақ менталитетінің қалыптасуына, ортақ шаруашылық жүргізу тәсілінің қалыптасуына, сонымен қатар салт дәстүрлерінің қалыптасуына әсер еткен болатын. Оны ежелгі дәуірден бастап алып келген. Мысалы, бүкіл шығыс халықтарына ортақ деректерге көз жүгіртейік. Ең ежелгі деректің бірі артқа шастыра трактаты Үндістандағы. Осы артқа шастыра трактатында неке дәстүріне байланысты, некелесудің 8 түрі жайында айтылады. Бірінші ол алып қашу, екіншісі құда түсу, үшіншісі мас қылып алып қашу, немесе ырқынан тыс алып қашу, немесе тағы да осындай түрлі 8 түрлі негіз бар. Ал соны түркі халықтарының қай-қайсына қарамай қалың беру, немесе жасау дәстүрі түркі халықтарының бәріне ортақ дүние сақталып қалған. Яғни ежелгі дәуірден бастап келе жатқан. Бұны біз кейінгі қазақтардың қарамала ережесінде көруге, түркмендерде де бар, өзбектерде де бар, қарақалпақтарда да бар. Осы ортақ дүниелер әлі күнге келе жатыр. Бұл салт дәстүр деп айтайық. Сонымен қатар Наурыз мерекесін мерекелеу. Ежелгі дәуірден бастап мынау шаруашылық жүргізу тәсіл деп отырмыз ғой. Әбден қыстан қысылып, енді ғана көктемге үміті үзіліп, бүкіл ас сауқатының бәрі таусылып, енді өлімге жеттім-ау, өлетін болдым-ау деген кезде көктемнің шығуын ол қуана күтіп, сонымен көктем шықты, енді көкке іліндік, осы көктің арқасында аузымыз ағаратын болды деген наурызға байланысты түсініктер өте көп. Біреуінде Наврыз, біреуінде Наурыз дейді, әрқылай айтады. Сонымен қатар аңыз әфсаналары. Мысалы, Алпамыс батыр жыры. Алпамыс батыр Алпмамыш, Алпамыс, Афрасиап дейді. Яғни, осы түркілердің бәрінде ортақ белгі, ортақ солар аңыздық дәстүрінде бір-біріне жалғасып жатқан батырлар. Оны тек қана біз өзіміздің түркілер ғана байлап қана болмайды. Мысалы, ежелгі грек аңыздарын алады. Ежелгі грек Ахил, немесе Геракл дейміз, Самсон дейміз. Осылардың бәрі суға салса батпайды, отқа салса жанбайтын батырлар. Яғни мотивті көшпелілерден алған, Яғни Алпамыс батыр жырында тура сондай. Алпамыс не отқа жанбайды, не суға батпайтын сияқты осындай батырлар. Яғни осындай түсініктер бұл шығыстан келген дүниені европалықтар, соны айтамын, гректер, римдіктер өздерінің аңыздарына қосып алған. Сол сияқты құдайлардың аттары. Ең жоғары құдай гректерде Зевс деп аталады. Ал шумерлерде Атей, ата. Ең жоғарғы ата деген Сонымен қатар Зевсті біз көбінесе найзағай құдай дейміз. Ал оның кейінгі атауы түркілерде үшқұр дейді. Үшкір, найзаның өзі үшкір ғой, үшқұр дейді. Яғни найзағай құдайы деген Сол сияқты құнарлықтың
яғни жаңағы өмірге тыныс берген Умаяна деп отырмыз ғой, сол Умаянада ежелгі шумерліктер жағы оны не деп атады? Оны жағы Иштар деп атаған. Иштар, құштар деген сияқты. Яғни әрқашан суретін көрсеңіз, суретті қолда әрқашан құмыра тұрады, құмырадан су ағып тұрады. Бұл жағы нәр берген жерге нәр беріп, сол арқылы адамның өміріне мүмкіндік беретін, егістің дән дақылдардың өсуіне мүмкіндік беретін жақсы нышан. Бұл ежелгі мынау 8-ші ғасырдан бері келе жатқан осындай ұғымдар. Міне осындай ұғымдардың бәрі түркі халықтарының бәрінде бар, бәріне ортақ. Оны ежелгі шығыстан ала отырып, европалықтар өздеріне пайдаланып, соңғы қайтадан жағы кейінгі дәуірлерде түркілер ары қарай жалғастырып қойды. Ал соның бәрін сақтап, әлі тарихи жадында ұмытпай, әлі жалғастырып алып, күнделікті өміріне пайдаланып жүрген осы жағы біздің түркі халықтар деп атап айтуға болады. Яғни тек қана бұл айтып отырған біз олардың шаруашылығы, мәдени дәстүрі, салты деп қана айтпаймын, оның түркі әлпеті. Түркі әлпеті де нақты осыдан ат жақтылығы, немесе жағы қастарының қалың болуы, шашылың қаралығы ұзын болуы, оның бәрі осы тікелей өмір сүрген ортасы климатқа байланысты. Климаттың өзі де оларға тікелей әсер етеді. Және олардың дене тұрқысы. Мысалы жағы динлиндер дейміз. Динлиндерді көптеген деректерде, мысалы әсіресе Қытай деректерінде ұзын бойлы, жауырыны қақпақтай, көздері көкшіл, өзі аққұба келген деп көрсетеді. Яғни әлі монғолдық нәсілдің, монғолдық түрдің әлі әсер етпей тұрған кездегі біздің түркі әлпетіміз, осы түркілердің түркі әлпеті басқаша болған. Мысалы славяндарға көбінесе жақында болған. Сол рас ақиқат, бұл Оразақ Смағұлов деген бізде антрополог бар. Сол кісінің зерттеуі бойынша ұзақ жылдар бойы 40 жылдан астам зерттеу жүргізді. Осы нәсілдік бейнеміздің ежелгі дәуірден бастап келе жатқан нәсілдік бейнеміздің қазіргіден өзгеше болғандығын. Түркілердің қазіргі келбеті осы монғолдық фактордың әсеріне сәл-пәл болса өзгергендігін айтып отыр. Оған дейін шашы сары, көзі көкшіл, денелі сипаттамалар сәйкес келеді. Сәйкес келеді. Енді Әуесхан мырза, бәлкім музыкада, музыкалық ұлттық аспаптарға да байланысты ортақ ұстанымдар бар шығар? Өте дұрыс айттыңыз. Музыкалық деген кезде біз мына ежелгі дәуірден келе жатқан жырлау дәстүрін айтуымыз болады. Соның бір сақталып қалған белгісі Манас. Манастың өзі үлкен отырып алып тұрып, бірнеше ай айтатын үлкен дастан. Осы дастандарды жырлау дәстүрі қайдан келеді десек, ежелгі дәуірден келе жатыр. Ежелгі дәуірде біздің ата-бабаларымыз осындай үлкен аумақты қалай ұстап қалды деген кезде өзінің рухын осындай дастандар арқылы, батырлық дастандар арқылы, жырлар арқылы өздерінің рухын көтеру үшін, рухын нығайту үшін осындай дастандарға жүгініп отырған. Яғни батырлық жырлар дейміз, кейінгі дәуірдегі Алпамыс, Қобыланды деп аттырмыз, ертегілеріміз бар, ертөстік дегеніміз. Осылардың бәрі түпкі негізі ар жақта жатыр. Ең бір көне осындай бір махаббат лирикасының бірі өздерің жақсы білетін Қозы Көрпеш Баян Сұлу. Бұл Эрмитажда тура осыны көрсететін сурет өнерінің бір көрінісі дейтін пластинка бар. Сол пластинкада бәйтеректің жанында жерде жатқан жігіт, қыздың тізесінде жатқан, алдында бір жылқы байланып, арт жағында бір жігіт тұр. Яғни тура соның сюжетін, осы сюжет ежелгі, бұл 5-ші ғасырда табылған. Соны айтып отырсақ, Қозы Көрпеш Баян Сұлудың жыры ол бер жағында емес, оның ар жағында жатыр. Яғни Қозы Көрпеш жыры ол бүкіл осы түркі халықтарының бәрінде бар. Сонымен қатар түркі халықтарының ортақ бір аңыздың бір түрі ол қорқыт ата. Осы қорқыт ата кез келген түркі халықтарының аңыз әфсанелеріне қазір қорқыт ата жүреді. Ал қорқыт ата ежелгі шумерлерде де бар. Шумерлерде мысалы Гилгамеш дейміз, Гилгамештің шын аты Құрыш батыр. Сол Құрыш батырдың жырында Инкиду өзінің ел басшысын аман алып қалу үшін өмірлік шөп іздеп кетеді. Тура қорқыт сияқты. Қай жерге болмасын қорқыттың көрдейміз.
аңыздың негізгі үлгісі ішіндегі мазмұны сәйкес келеді. Міне осындай музыка өнерінде де үлгілерді талқылады, ол аспаптары, музыкалық аспаптар, сазтырнайлар, мысалы үрлемелі, мысалы отырада табылған, үскірік қыштан жасалған. Сонымен қатар Әл-Фараби жазып кеткен домбыра. Домбыра ұйғырларда да, қырғыздарда да, тәжіктерде де, түріктерде де бәрінде бар, бірақ оның өзінің көлеміне және ішектерінің саны, тектерінің санына байланысты ғана өзгереді, бірақ бәріне ортақ осындай негізі бір аспап. Сондықтан музыка жағынан да бұл түркілер өздеріне бір-бірімен тығыз байланыста болған деп айтуға болады. Түркі дүниесіне тағы да бір ортақ нәрсе ол менталитет деп айтуға болады. Яғни олардың дүниеге көзқарасы, үлкенді сыйлау. Сонымен қатар мынау қонақты құдайдай күтуі, ол да бір үлкен нәрсе. Өйткені қазіргі кезде шетелден келіп жатқан көптеген туристер осы таңғалатын нәрсесі осы қазақтың қонақжайлығы. Бұл қазақтың тек қана қазаққа ортақ дүние емес, бұл бүкіл түркілерге, түркі халықтарына қонақжайлық дәстүрі кең таралған. Үшіншіден, осы ар намыс деген. Яғни арым жанымның садағасы деген ұстанымдар. Бұл кез келген түркі халықтарына тән нәрсе. Сонымен қатар ұят. Ұят деген сөз. Яғни бұл өлімнен ұят күші, бұл тыйым. Яғни былайша айтқанда ғасырлар тергеннен келіп жатқан тыйым. Әр нәрсені, көрінген нәрсені істеме, мынаны былай жаса деген сияқты тәрбиелік мәні бар. Сол сияқты мынау отауға байланысты. Ұлдың ең кенжесін отау иесі деп жастайынан бастап тәрбиелеу, олардың құлағына құю. Сонымен қатар әкеге шешеге деген құрметтің нәтижесінде ешқашан мысалы қазақтарда өздерінің жетімдерін қаңғыртып жүрмеген, жесірін бөлек шығармаған, жылатпаған, әмеңгерлік болсын, басқа болсын, сол салт дәстүрлері арқылы оны өзінен туған ұрпақтың жоқшылық көрмеуіне жағдай жасап жағын ойлауға болады. Мен бір ғана мысал келтіре кетейін. Менің атам 11 әйел алған. Елдің бәрі таңғалады. Не үшін алды? Байлық тасып бара тұрма деген кезде, жоқ, одан емес. 16 жылғы осы мынау көтеріліске қатысып, сол көтерілістен көтеріліс жеңіліс тапқан кезде, Қытай ауған кезде бүкіл ауылды көтеріп, сол Қытайға қарай көшкен кезде көп ер азаматтар артынан қуған қуғыншылардың, жазалаушы отрядтың мылтығының оғынан қаза тапқан болатын. Солардан қалған әйелдер жесір қалмасын, солардың балалары жетім қалмасын деп, соларды қамқорлыққа алған болатын. Демек, Әуесхан мырза, жылдардан жылдарға, ғасырдан ғасырға жалғасқан салт дәстүр, фольклор, ұстанымдар, ортақ ұстанымдар бізді қазіргі уақытта түркі дүниесін одан әрі біріктіреді. Дұрыс айтасыз. Солай ғой. Мынау Мұстафа Шоқайдың тұтас Түркістан деген идеясын жалғасы ретінде айтып отырсыз. Бұл өте тамаша. Яғни түркі дүниесі бұл жаһандану үрдісі кезінде қазір батыс пен шығыс өркениетінің қақтығысы болып жатыр. Батыстық өркениетке қарама-қарсы солардың келіп жатқан ықпалға қарама-қарсы тұру үшін не істеуіміз керек дегенде, бұл түркі дүниесі өзінің ортақ құндылықтарын дүниеге алып келу керек. Латын графикасын енгізуінде бір мақсатты түркі дүниесіне ортақ, бір-бірімен тілдесе алатын, бір-бірімен сұхбат құратын осындай дүниеге жетудің бір мақсаты. Осындай дүниелеріміз өте көп. Түрксой ұйымының құрылуы, сол сияқты мынау түрк академиясының құрылуы. Бұның бәрі болашақта біздің түркі халықтарының бір-бірімен мәдени жақындастығының ғана емес, сонымен қатар экономикалық жағынан болсын, саяси жағынан болсын, ынтымақтастығы бұл шығыс пен батыс өркениетінің ортақ құндылықтарына алып келу керек деген. Демек, сіздің сөзіңізден түсінгенім, міне түркі халықтарының, түркі әлемінің бесігі бұл Алтай өңірі болса, ал Ұланғайыр атыраптың мұрагері қазақ халқы сол тал бесіктің қасиетті қара шаңырақтың иесі саналуының себебін де сырын да білген секілдіміз. Әрине аз уақыт ішінде түркі дүниесінің ортақ ұстанымдар негізінде түгел генезисті ақтарып шығу мүмкін емес. Десек те бізді көріп отқан оқырманға, көрерменге пайдасын тигізді деген сенімдемін. Студиямызға келгеніңізге көп рахмет. Тек шығармашылық табыс тілеймін. Ұлт игілігі жолында еңбегіңіз жана берсін. Қымбатты көрермен, осымен бүгінгі хабарымызды аяқтаймыз. Бұл біздің тарихымыз, бұл бізді біріктіреді. Тарихымызды бағалай білейік, қолда бар алтынның қадірін түсінейік. Көріскенше күн жақсы.